Барлық қазақ рэперлері мен тыңдармандарына сәлем. Сіздермен бірге Мастабым. Бұл видео жолдау түсіріп отырған себебім жуырда 9-шы ресми батыл болмақшы. Сол батылға шақырамын сіздерді, өте қызық болады деген ойдамын. Батылды ұйымдастырып отырған администрациядан бірнеше сұрақтар келіпті, соған жауап беріп кетейін. Әрине, мен бұл батылға шақырғанда қуандым, мен Әділқазылыққа шақырғанда, өйткені оған дейінгі 8 батылды мен қызықтап өткем. Бүкіл батылдар өте қызықты болатын. 9-шы батылда өте қызық болады деген ойдамын. Бұл батылдан күтетіні менде өте үлкен шайқас, мықтылардың шайқасын күтемін. 200 мыңға сай шоу жасалынады деген ойдамын. Себеп болғанда бұрын Алмас бауырымыз екеуміз кезет саундты бастағанбыз көтеруді, одан кейінгі Алмас ол кезет саундты басқа администрацияларға берді, ол адамдармен біздің саясатымыз келіспей қалды. Сондықтан мен пабликті олардың қолдарына бердім, өздері ары қарай жасай берсін. Маған келетін болсам, көбісі айтады, Мастабым кезет саундсыз пабликтердің артасында тығылып қалды дейді. Ол деген өтірік сөздер. Мен ешқандай пабликсіз да кезінде кезет рэп ньюсты көтере бастағаным. Қазір маған да пабликтер ешқандай керек емес, бағдарлама көріледі. Қазақ рэперлерінің бәрін тыңдармандарына құрмет, бейбітшілік, батылға қатысыңыздар, өте қызық болады. Сау болыңыздар.